Кейбіреу ойлауы мүмкін бақыт ол тек саяхаттауда немесе көп ел жер көруде жоқ, материалдық заттарда деп ойлауы мүмкін. Иә, жоқ. Мен өзімнің әке шешеме де қараймын да, үлкен орта буындағы туысқандарыма деген сияқты. Олар да сол материалдық нәрсесі аз болса да бақытты болып өмір сүрді ғой. Баладан тапты бақытты, бір-бірінен тапты, немесе бір кішкентай мақсаттарына жетіп отырған кезде содан тапты бақытты деген сияқты. Сондықтан мен қазір өзіме күнделікті айтуға тырысамын. Маған бақытты болуыма бәрі жеткілікті. Бәрі жетіп тұр маған деген сияқты. Сол кезде менде ол нәрсе үлкейе бастайды. Шынымен негізі андай қараймын да, сөзіңізге толықтай келісемін. Соны зерттедім ғой менде. Сол кезде біз бақытты қуалап іздеп кетеді екенбіз да. И қазіргі сәттен ләззат алмаймыз жаңа жатқан кезде. Сөйтсе, негізі өмірге мән берген кезде бақыт өзі келіп қонады екен, иә. Бақ қонады екен өзің өміріңе, сезіне бастайсың.